Елімізде алаяқтық өте дамып кетті, білесіздер соңғы кезде. Не үшін? Себебі союз кезде алаяқтық деген болған жоқ түгімен. Ал қазір Қазақстан егемендік алған жылдан бастап алаяқтық өте күшті дамып кетті. Және ол алаяқтарды ешкім ұстап жатқан жоқ. Тек қана ескертумен шектеліп жатыр. Оған өздеріңіз көздеріңіз жеткендей шығар. Мен оған дәлелім бар. Мысалы, мен айтатын болсам, күнделікті тұрмыста мен өзім криптомен шұғылданамын. Криптовалюта арқылы ақша табатынмын. Сол арқылы мен көптеген қиындықтарға тап болдым. Көптеген алаяқтарға тап болдым. Қазір сол адамдарға, сондай нелерге алданып жүрген қаншама адамдар бар әлде арамызда. Егер сізге қысқы болып жатса, осы арнадан ауыспаңыз. Арнаға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіз. Мен қазір сізге өте қызықты оқиғаларды айтатын боламын. Мен өзім мысалы осы криптовалюта саласында көптеген осындай компанияларда жұмыс істедім. Битнес деген, мысалы, естеріңізде болса керек, Битнес деген өте үлкен бір керемет проект болды. Бүкіл халықты алдап деген өзінің қармағына деген 1-2 миллион адамды тіркеген бүкіл әлем бойынша. Сосын олар деген жанаманы беріп бірінші кезде халықты алдап өздеріне деген ақшаны салдырды. Олар мысалы сіз $100 салсаңыз, $100-ға 24% деген айына беріп тұрады. Ол керемет емес па? Мысалы сіз депозит ашатын болсаңыз банктен, сізге $100 салсаңыз бір жылға бар жоғы $15 ғана қосады. Мына жерде сізге $100-ға айына $24 қосып тұр. Керемет емес па? Сіз әрине банкте емес, мына проектін таңдайсыз. Сөйтіп $100-дан бастап бұл жерде любой сумманы сала бересің деп айтып қойған. Сіз кез келген сумманы саласыз, сол 24%-ға көбейеді деген. Сөйтіп деген оған бүкіл адамдар жарнамасы жерді жарып, бүкіл әлем оған бәрі соған мойын бұрды. Сөйтіп бірін-бірі жарнамалап, адам шақырып, сөйтіп мен де солардың қатарында бармын. Мен де бір кісілер шақырған болатын. Мен сол арқылы тіркелдім. Мен де бірінші баста $100 салдым, кейін $200, $500, әңгіменің қысқасы $1000 ақша салдым. Сөйтіп ол ақшам бүгін уже көбейіп бір $5000 жетті. Сөйтіп жүргенде енді бір күндері жаңағыдай ол компанияның өзінде бір монетасы шығады деп айтты. Монета шығады, сол монетаны алған адамдарға өте жақсы сыйақы бар деді. Сосын ол монеталарды сатып бастады, сатылымға шығарды. Сөйтіп ол адамдар монетаны алу үшін үш неге тура келеді. Бір монета $3 ма сондай болды. Сөйтіп өзінің монетасын шығарып, оны сатып алып жүрдік. Содан кейін адамдар күннен күнге баса-бас бір-біріне жарнама беріп, ойбай, мына жерде жаңадан монета шығып жатыр. Егер осы монетаны алсаңыз, ертең монетаның бағасы қымбаттаса, мынау кәдімгі биткоин сияқты қымбаттайды. Сосын сіз оны сатсаңыз байып кетесіз деген жарнама жерді жарып, адамдар үсті-үстіне басып ала берді. Сөйтіп мен де солардың қатарында жүріп алдым. Сөйтіп бір күндердің күнінде жаңағы монета да жоқ, басқасы да жоқ, жаңағы пайызы циркуляция деп айтылады ғой, циркуляциясы тоқтап қалды да бір күнде жаңағыдай болды. Сосын не істеді? Адамдарды енді алда сұраты керек қой. Қайтадан тағы да әрмен қарап сол ақша алу үшін, олар ақша жинау үшін адамдарды не істеді? 5 декабрь күні қайтадан іске қосылады. Сіздер қам жемеңіздер, бәрі жақсы болады. Сіздер ақшаларыңызды сала беріңдер деп сөйтіп алдау сұратты. Сөйтіп 5 декабрь өтті, 2025 жылы. Сондай оқиға болды. 5 декабрь өтті, 5 декабрь күні ештеңе өзгерген жоқ. Сол баяғы бай қожаның таяғы демекші, жаңағыдай адамдарды алдау, арбау, ақшалар адамдардың ішіне несиеге қайтып келмеді, депозитіне. Ақшаны олар блокқа салып тастады, әңгіменің қысқасы. Содан кейін айтты тағы да адамдарға жаңағыдай тағы да алдау сұратып, өзінің жаңағы адамдарына жаңағыдай айтып через сөйтіп. Осы айтты, 25 февральда деді, қайтадан бәрі қалпына келеді, сіздер қам жемеңіздер деп 25 февральға дейін тағы да қаншама адамдар, әлем бойынша адамдар тағы да ақша салды оған. Сөйтіп ол ақшаны тағы көбейтіп олар деген соңында деген 26 мартқа тура келді. 26 мартта соңғы рет енді осы 3-ші кезеңде әлбетте ақшаларыңызға өздеріңіздің счеттарыңызға қайтып келеді. Бұрын қалпынша ай сайын 24% істеп тұрады. Бәрі жақсы болады деп оған да сендіріп сөйтіп 3-ші кезеңге келді. 3-ші кезеңде де өзгерген жоқ. Сол блоктан ешқандай адамдардың ақшасы қайтып келмеді. Содан кейін уже көптеген адамдар көздерін үзіп бастады бұл Битнестен. Мен де солардың қатарында болдым. Сөйтіп менің ақшам кетті дедім да, енді мен басқа бір проекттермен шұғылдануға кірістім. Сол аралықта көптеген проекттермен жұмыс істеп жатырмын мен деген. Қазақстанда да жұмыс істеп жатырмын, бірақ менде қазір бірнеше жақсы проекттер бар. Егер кімге қызықты болып жатса, мен жекеме өтсін, мен айтып түсіндіріп көмектесетін боламын. Мен осы аралықта деген көптеген проекттермен жұмыс жасадым. Мына боттар бар Телеграмда, сайттар бар, неше түрлі өте керемет жаңа пайызбен ақшаны көбейтіп береміз деген. Соларға кіріп мен қанша ақшамды жоғалттым. Қазір кез келген мына социальный сет дейміз ғой, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube'да ашып қарасаңыз, жарнамасы жер жарып жатқан неше түрлі проекттер көп. Солардың бәріне алаяқтар, олардың бәрі. Мен өзі көбіне мынау Facebook'те отырам. Facebook'те көптеген алаяқ нелерді тексеріп көрдім. Олар не істейді?
сізге мына сілтеменің батырманы басыңыз дейді, басса одан кейін сізге айтады осы не арқылы сілтеме арқылы тіркеліңіз дейді. Сіз тіркелесіз, тіркеліп болғаннан кейін сізге код келеді дейді. Кейбіреулерінде бар, кейбіреулерінде жоқ. Код келеді дейді, сол кодты айтып жіберсеңіз деп, жаңағы код арқылы айтысқан кезде сізге уже шотыңызды бұғаттап тастайды. Кейбіреулер ондай жасамайды. Кейбіреулер сізді жаңағыдай сол неге тіркетіп алады, тіркеп болған соң сізге бірнеше күн ақша беріп тұрады. Сіз мына сайт жақсы керемет екен ғой, ақша беріп жатыр дейсіз да, өзіңіздің досыңызды шақырасыз, досыңыз шақырады. Сөйтіп какой-то бір 5-6 күн ішінде сіз уже 100 адам тіркеп тастайсыз артыңызға. Ол адамдар өзіне тіркеп береді. Сөйтіп сізге бір какой-то бір ай ақша беріп тұрады, бір ай. Сіз бір айдың ішінде сіз уже қанша ақша салып тастайсыз ол жерге. Көрдіңіз ба? Ойлайсыз да, о сізге жақсы беріп жатыр дейсіз да, сіз $100, $1000 салып тастайсыз. Сол ақшаны сіз қайтып аламын дегенше өзім ойлап көрдім. Мен мысалы өзімнен пример алатын болсам, мысалы мен $100 салдым ба, $100 күнде где-то 1/2, 1/5 беріп тұрады. Мысалы 1/5, мысалы $2 бере қойсын. $2 бергеннің өзінде есептеп көрсін, $100 алу үшін кем дегенде саған бір 3 ай 4 ай уақыт керек. Өзіңнің салған $100 қайтып алу үшін. Сен сол $100 алу үшін сен 3 ай 4 айдың ішінде өзің артыңа қаншама адамдарды тіркеп тастайсың. Олардың әрқайсысы $100 салып дейсте бер, 100 адам шақырдың, 100 адам әрқайсысы $100 салғанда $10,000 болып кетеді. Көрдің ба? Сізді $100 алдап қойды олар. Сізге $10 адамнан 100 адамнан $10,000 алды ма, $10,000-ың ғана адамдарға бүйтіп жаңағыдай беріп отырады, алдап сұрап. Халықты алдау сұратып, жаңағы халықтан ақша жинау үшін. Адамдар оны қызығады да, одан сайын жарнамасын жер жарып сөйтіп адамдар шақыра береді, соңында баста шақырған адам кінәлі болып қалады. Себебі сен шақырдың ғой мені дейді да, сосын анау бір-бірін кінәлап, сосын бір-бірін қылып жатқан адамдардың. Менде көптеген проекттердің аты жөндері, сілтемелері бар. Егер кімде-кімге қызық болып жатса, мен сіздердің осы істеп жатқан болсаңыз, қандай проекттерде маған сол сілтемесін немесе сол туралы айтсаңыздар, мен ол проекттерді тексеріп бере аламын. Мен көптеген проекттерде істедім. Қазіргі таңда да істеп жатырмын. Егер қызық болып жатса, осы видеоны өзіңіздің достарыңызға таратыңыз. Келесі видеода мен бұдан да қызықты ақпараттарды беретін боламын. Каспий алаяқтары туралы айтамын. Және де басқа көптеген алаяқтық түрлерінің көбін білемін уже. Өзім басымнан өткен оның бәрі. Оған дәлелім де бар.